Апамда енді Аллаға шүкір той бітіп жатыр енді, Құдайға шүкір. Естіп жатырмын, ауылдың қатындарынан той ақтады деп жатыр. Айгүл мен Салтанат жаман барып ресторан той расчеттап қапты. Мен ақшам қалып кетті апа. Өзіңіз не қылып бересіз ғой жаңағы. Үстіне не істеп, өзі көрдіңіз ғой, күшті басқарып бердім апа. Кемпірлер әлі отыр қайтпай. Бәрі сұрап жатыр. Айт Тараздың баласы деп айт, Тараздың баласы деп айт апа. Періштелер шығады де алдынан. Айт, екі періштесі бар қасында де апа. Екеуі де. Сосын айт. Болды сосын. Ешкім естіп қоймасын апа, арамызда қалсын. 100-ге толсаңыз Құдай қаласа, тойыңызға тегін келем. Алла бұйыртса. Болды. Апа, сізде енді ерегісіп маған 100-ге кетіп қалмай, кішкене бейт. Яғыз, балаша аштан қалып кетпесін. Апамнан көкем енді о көзден жас кетті деп атсыз ғой енді. О көзінде айтып үлгерді ма, үлгермеді ма енді. О көзде ешкім сұрамағанда шығар осы кісінен. Мен Аллаға шүкір көкемнен көрмеген қызығын өзіңіз көріп отырсыз. Әке орнына әке, ана орнына ана. Сіз батыр анасыз ғой. Сіз батыр анасыз. Мына Асқартау құламасын, аналар жыламасын. Алла тағала Құдай ананы баламен, баланы анамен сынамасын дейді біздің қазақ. Сондықтан да мына аман болыңыз. Ең басты денсаулығыңыз мықты болсын. Денсаулығыңыз мықты болса бір қайғы, денсаулығың жаман болса мың қайғы дейді. Шүкір әйтеуір аман есен шетелге барамыз Құдай қаласа апа. Бір рет барып келген. Бір рет барып келіп едіңіз. Мен ойбай енді бармайын дедім. Я, қайға барып едіңіз? Турцияға? Анталияға ма? Ойбай, купальникпен жүрген жерге барыпсыз ба? Теңіз, ойбай апа. Масқара ғой ма? Алғашқыда білмей қалдым. Көкем, Ойбай енді бармайын дедім. көкем бір аунап тұрған былай деді, көкемнің іші күйіп отқан жарақта жатыр. Зря деп. Адамдар айтып жатқан сөзімен де Құдайдың берген жас. Біз қимаймыз ғой. Біз қимаймыз. Жаңа айтып жатыр, жанарынан жүзіңізден күлкі кетпейді, күлкі кетпесін Құдай қаласа. 8 немереңіз бар екен ғой. Әлемнің 8 кереметін көрсетсін Құдай қаласа. Одан кейін шөбере сүйіңіз. Шөберенің Аллаға, Құдай қаласа, сәлақ қалды өз. Шөберенің алақанынан су ішіп май жалап, жұмаққа барып Құдай қаласа. Өзіңіз не қыла бересіз қой қарай. Бізді сұраса жоқ деп айтыңыз. Біз ана періштелер айтады өзі. Апа, мына енді айта кетейін. Көзіңіздің тіріңізде Аллаға шүкір. Мына балаша ата-ананың разылығы Алланың разылығы дейді. Мына ұл қыздарыңызға, келіндеріңізге, күйеу балаларыңызға разысыз ба? Разымын. Бұдан артық не керек сіздерге? Айтыңыздаршы. Міне. Аман болыңыз апа. Жүз жасаңыз Құдай қаласа. Енді өз бала шағамызбен өзіміз фотоға түсіп алайық апа. Ана залға іліп қоямыз Құдай қаласа. Ана кішкентай ке. Анталияға дейін жібергенбіз. Свежий бажа алып берсін ана жақта. Болмай қалды ма? Ана суретке түсейік. 28 әріп қайда?